Достар, баршаға сәлем. 40 сұрақ. Бүгін бізде қонақта Жандос Самалбеков. Hi guys, Арситау. Басың бос қой қазір. Ойнақсың ғой. Вообще менде қыз болмаған негізі. Ал керек. Эксклюзив ал. Бірі сенсе, бірі сенбейді. Өмірде еркесі мақтан қандай? Жұтылып қаласың қазір. КВН жаңғыртып тұрған кезде КВНшіктер кім құртты білесің бе, жанкүйерлерден? Кімді білесің? Білмеймін. Найдион. Кыта ма, Жайдарман ба? Опа. Hi guys, Арситау. Ал, бастаймыз ба? Нарашо. Я. Көріп Көріп тұр, камера бар артында. Құрсын бәрі шыдамсыз ба бірдеме ғой? Шыдамсыз ба? Бәрі агрессивный ма бірдеме ғой? Айтпақшы бүгін андай не қарлар құлап отыр ғой. Бүгін 20-сы, 02-сы, 20-сы ғой. Достар, баршаға сәлем. 40 сұрақ. Бүгін бізде қонақта Жандос Самалбеков, қармақшының ресми лицосы. Қармақшы ауданының негізі қазір қармақшы дегенде көбісі, шын айтам, сен елестетеді көзіне. Сенің командаларыңды, Жайдарман, Кыта командаларыңды. Жандос, өзіңді 3 сөзбен таныстырып кетші. Позитивный, активный, юмористический. Сен Кыта ойнайсың, қазір ойнап жатсыңдар. Қазір аудан. Блогерсің. Блогер деуге бола ма? Блогер дейтін негіз қандай болады? Блогер болу дейтін. Блогер дейтін андай инстаграммен активно қолданыста. Қолданыстасың, иә? Сен... Менде де бір сұрақ бар, Ерлан саған бар ғой. Сен мысалы 40 сұрақ бағдарламаңда бәрі машина жүрді. Неге мен бүгін машина қызбай қойдым ма? Жоқ, соңғы кездері практикаға сай мен айдасам интервью дұрыс болады дейді. Потому что анау неде отырады, ойда отырады. Бағана мен соны айтқым келген тұғын. Бағана үшін мен саған заготовка дайындаған тұғын мен еще ғой. Қара, Жандос, телевизордағы, инстаграмдағы образдан өмірдегі образың бірі ма? Бір. Потому что неге дейсің ғой? Неге? Көбісі андай мысалға сахнаға шыққан кезде мен кейбір квеншіктерге де айтарым, кім ақылшы болып тұр дейсің. Просто айтатыным андай кейбір образ дейді да, мысалға да адам өмірде қандай, соны сахнаға келіп соны үйрететін болса, значит новый образ сол. Мен сахнада да солмын, инстаграмда да солмын, и өмірде де солмын, короче. Андай емеспін, андай өмірде бүйтіп жүріп алып, тұйық болып жүріп, эфирге келгенде деп алып, қайтып өйтіп, андай деп 200-лік дей ма, оны не дейден? Лицемерие. Лицемерие ма? Ондай емесің? Ондай емес. Жандос, басың бос қой қазір, ойнақсың ғой? Басың дегенге, басыңдағы кепкін алып дейін деп айтқан десе. Басым бос, вообще менде қыз болмаған негізі. Ал керек, эксклюзив ал. Бірі сенсе, бірі сенбейді. Вообще болмаған. Болды енді, баяғыда бір қыз болды. Соған ғашық болып, мамасы таниды оны. Көрсең, сен де көріп шығарсың, көресің ғой сен явно. Сол сен есімі төртарып. В общем, сол Диана лақтырып кетті. Диана емес па? Есімі төртарып деген ғой, Диана дейтін не шығар? Алтарып па? Алтарып па? Да жоқ. Неше? Бис. Алуа. Қазір достар жазады қазір комментария. Алуа деген аттар кетеді. Кейбір жақындарым біледі, короче. Өзі де біледі. Сөйтіп ол дерзге қадап кетті, содан кейін қыздарға деген бүйтіп қалғам, короче. Ойланам. Кейбір қыздармен сөйлесесің. Потом әйтеуір бір кемшілік табасың, как будто өзің андай бір кемшіліксіз адам сияқтысың. Менде де ештеңе кемшілік, бірақ білмеймін сондай. Әдетке айналдырып. Өзіңнің басты 3 кемшілігіңді аташы. Еріншектік, ұйқыға қаттымын. Кешеде өзің білесің. Бір нәрсе, мысалы бір шаруаларым болып тұрып та бір ұйқым келсе, барамды тасыш деймін де барамды ұйықтап қаламын. Үшіншісі не? Адамдарға көп хабарласып іздей бермеймін. Қызбен танысқанда ең бірінші неге мән бересің? Жұтылып қаласың қазір. Ең бірінші мән бергім келетіні балтырына. Аяқтың балтырына. Балтырына именно. Прикинь, сол жерін көрің, қысы күні қиын. Жазда енді қарау оңай. Жазда қарайда кейбір қыздың балтырының артынан қарайында, алдынан көруге асан барғандай. Андай болады ғой, кейбір қыздардың балтыры болады. Енді ренжімейсің ол қыздарда, ол жаратылыс қой. Бірақ өзімдікінде балтыр іздеймін да, ол қандай андай көп жүгірген қыздар, аяғы әдемі болып тұрады, спортивный болып тұрады ғой. Кейбір қыздардың тізесі басылады да, до конца тобыққа дейін ойнап барады, короче. Не мускул жоқ, не бүйтіп бөлінбейді, короче. Соған қатты мән беремін. Үйде қанай біледі біздің.
Диана Каркунова деген қыз бар. Сен бүткіл Диана Каркунованың инстаграмдағы посттарын астына комментарий қалдырдың. Соңында негізі барлығы сол жай ғана саған мән бермейді деп жүрген қыз еді. Одан кейін өзінің инстаграмында екеулерің бірге фотоға түстіңдер. Фото түскеннен бастап бірінші ол негізі не модель. Бала кезінде ана Мой мир дейтін кезінде, кәдімгі бар ғой, агенттің кезінде ол көптеген андай парақшалардың бетінде авада тұратын тұғын соғыс. Соны көретін тұғын, мә, күшті қыз еді. Кейіннен инстаграм тауып алдым, кейіннен сосын андай нәрсені шығарып алдым бар ғой. Өзім басына түсінген жоқ, киімсіз ба деді. Мысалы Диана өзі тамақ ішіп отқан салама, аламды салып қойған, бүгін Диана жаным келді, бүгін бірге тамақ ішіп отырық деп бар ғой. Бәрі қумаш, бұл дейтін, Россияда тұрмайын бірдеңе деді. Үшінші, төртінші посттан бастап уже халық күле бастады. Виртуальный өзім қызым қылып алдым ғой, короче. Моя королева деп сөйтіп салып жүрем, отметить ете берем. Ровно бір жылдан кейін ба, ответ жазды ғой күліп. Короче, мен егер де сен не жазғаныңды түсінсем, мен де күлер едім деп па жазып жіберген. И тұрам да, сол күннен бастап мен орысша жазамын. Сосын ол қазақша маған мені күт деп жазып жіберді. И потом Қазақстан туын ұстап, бүйтіп скоро Алматыға барам, Алматының тауларын көрем, андай-мындай деп жазды. И бір кісімен кездесіп қалуым мүмкін деп мені меңзеп жазып жіберді. Балтырын көрдің ба? Да. Қалай екен? Ол үшін идеальный қыз, күшті қыз. Қазір сөйлесесіңдер ма? Арасында привет деп. Одан кейін бірден жалғастырып кетейін. Еркес Маханмен кәдімгі доссыңдар ма? Не. Сен неге Дианамен Еркес Маханды? Еркес Маханмен кәдімгі? Иә, доспыз. Ет жеп тұрамыз үйіне бар. Өмірде Еркес Махан қандай? Күшті. Инстаграмдан өре ма? 10 метрге шығып тұрады. Күшті. 10 метрге? Иә, няқ кетесе. Тап-татта кәдімгі өзіміздің ерке қыз ғой. Жақсы, сенің КВН, КТА неңе оралайық, карьераңа, иә? КВН-да сендер ең үлкен қандай жетістікке жеттіңдер? Жайдарманда. Жайдарманда көп қой енді. Премьер-лиганың вице-чемпионы ең бірінші сосын. Көптеген әкімдер кубогы, айта кетсек. Шынымен де мына телевизионный емес фестивальный команда едіңдер, иә? Фестивальді айырып тастайсыңдар, ұтып кетесіңдер. Иә, сондай болды десек те болады. Бірақ бізде андай командада ешқашанда цель болған жоқ андай. Биыл дейтінбіз, чемпион болу керек, өйту керек дейтін болған жоқ. Бізге ойнай берейік, давай ойнай берейік. Зачем бізге чемпионство? Чемпион болған команданың мысалы бір-екі команда шығар, команда болып қалып, до конца жұмыс істеп жүрген. Қалған командалардың көбісі өз тірліктерімен несімен кеткен. Біздің де балаларды ешкімді ұстау, ешкімді қинап, ойнаңдар жандай-мындай деген жоқ. Бізде команда желанысымен барлығы. Бірақ мақсат ондай чемпион болу емес, мақсат ойнау болды. Если кез келген командада чемпион болуға дейтін көздерін от жанып тұрады ондай. Бізге кубок керек деп тұратын команда дайындалса, любой команда чемпион болады. Сендерді Қармақшы ауданы демеушілік жасады ма? Жоқ, қандай. Любой әкімге бүйтіп тұрып айта аламын, бізге неше рет қарап кетті ол кісілер, ойбай, біз еще андай жылдық отчет бірдеңелер болады ғой. Халықтың алдында сондайды біздің атымызды айтып еще біздің ауданның намысын шығарып қорғап жүрген Қармақшы құрамасын біз қолдап жүрміз бірдеңе дейтін кезде мен жыным келдім тұғын, кейіннен естіп бар осы әңгімелер. Ешқандай қолдау көрсеткен жоқ. Болды, бір-екі рет көмектескен болды. Ол и то әкім емес, орынбасарлар күшті бізге жаны ашып, өзі анаған звондап, мынаған звондап, ай балдарым-ай бірдеңе деп жаны асыған қошалақ. Осы күнге дейін өз ақшаларымен бердіңдер, иә. Негізі көп жағдайда өзіміз, иә. Кейіннен Есен ағамыз көмектесті, онда айтып кету керек. Есен ағамызға үлкен рахмет. Бізге сондайды көріп, өзі поддержка берді. Рахмет Есен аға, если көріп отырсаңыз, сізге всегда алғысымыз шексіз. Одан кейін КТА-ға кеттіңдер? Одан кейін КТА-да. КТА-да қалай болды? Есен аға ренжіген жоқ па? КТА-да ренжігенде енді бұл жерде қозғаудың қажеті жоқ сияқты деп ойлаймын. Бірақ қазір Есен ағамен қарым-қатынастарың жақсы. Әдемі, барлығы күшті. Қазір КТА-да сезондасыңдар? Сезондамыз. Биылға қандай мақсат қойып отырсыңдар? Мақсат финалға дейін, кеше енді айта берейін, осы жерде финалға дейін жыртып бару, финалда да мықты ойнау, бірақ чемпион болмау. Сендерге мына жюридің чемпиондығынан қарағанда халықтың алдында чемпион болмау. Ондай сондай да кода бар. Біздің мына отырған 5 жюри біздің тағдырымызды шешпейсіңдер, сондықтан да кубокпен де немен де Ошым айтқанда біздің өміріміз тағдырымыз шешілмейді, просто біз халық үшін ойнадық, халық бізді чемпион деп санап қалса, соның өзі бізге былай жетеді дейтін кодамыз дайын еще. Бірақ андай сценариімізде оған байланысты болмайды, кәдімгі от жанып тұратын болады. Кеше осы бір апта бұрын балдар ровно 4 күн Астанада жатып сценарий жазып, чисто Астанада еще.
Жандос, Жайдарман КТА тарихындағы топ 3 команданы аташы. Аралас, Назараудар, Қорқыт. Қазіргі таңда КВН-ге Жайдарманға көңілің тола ма? Қазір білесің ба? Қазір, например, енді андай қазір Инстаграмның даңқ біткені, ол осы КВН-ге неге влиять етіп жатыр, кесірін тигізіп жатыр да, кесірін тигізіп жатыр қатты. Неге? Потому что қазір любойына звезда болу оңай ма, бірдеңе. Даже қарапайым Ермұхаммед, Нұрмұхаммед дейтін біреулер, нижний пробелі бар. Соның өзін қарасаң подписчик 200 мың, кім ол вообще бар ғой? Ал неге? Оның бәрі қазір гиф деп жатыр ғой барлығы. Сөйтті спокойно, короче, подписчик өйден, біз дейтін еңбектенеміз мына жақта, қанша жыл эфирге шығасың, үйтесің, тағы мына пост салу үшін ойланасың, шайып кетпейін ба мынаны. Біреулер, не салған дейді, әңгіме айтпайын ба дейтін нәрсемен қанша оны редактор ойланасың. Дофига видео бар, мысалы менде бар ғой, әлі салғым келмейді. Қорқам, потому что бірге көрсетсең, дерзко ғой, салсашы дейді. Бірақ по-любому анда іште тұрады, мен шайып кеткен сияқты болам ба деп бар ғой. Ал қазір соның барлығы КВНщиктерге оп-оңай қазіргі новыйден келіп жатқан бар ғой. Келеді, чуть-чуть әдемі ойын көрсетті ма, сразу эфирге или премьер-лигаға бірдеңеге жібереді. Потом или командалар аз ба, или қызығушылығы кетті ма, сосын болды бәрі звезда әйтеуір, менде эфирда мынау. Мысалы мен әлі күнге дейін ағаларымыз бар ғой, біздің алдымызда шыққан. Солар мысалы сумкасымен есімен тұрса, мен барып әйтеуір сумкасын алып, ол уважение одан ешқандай тақтан да түсіп қалмайсың, одан шерін кеміп те қалмайды, наоборот, әйтеуір сондай бір уважение болу керек та, ауылда да андай район дейтін сияқты ғой, братандардың әйтеуір несіне старшактардың, сол сияқты бұларда да старшак. Сондай бір уважение болмайды, қазір жоқ бізде уважение дейтін вообще. Мына Инстаграм келді да, барлық адами құндылықты шайып. Мен саған бірден айтайын ба? КВН жаңғыртып тұрған кезде, КВНщиктер кім құртты білесің ба, жанкүйерлерді? Кім деп ойлайсың? Білмеймін. 91. келді иығыстарымен бар, вообще кәм бүткіл жұт деді, назар соған аударып кетті короче. 91-ді кім құртты білесің ба? Иә. Қалаулым. Қалаулым құртты. Қалаулымды кім құртты? Қалаулымды Нұрболхан. Нұрболхан барлығымыз жабылып құртамыз. Айтпақшы соған көзқарасың қалай? Қалаулымға. Жақсы. Қалаулымға ма? Нұрболханға жақсы. Дұрыс. Жабылу керек. Мен жоқ Қалаулымды құптар едім. Если о жерде хайп қумай, қырылмай, жаңағы задача беріп қойды оларда. Білеміз ғой біз. Даже сояққа қатысқан, сояқтан кетіп қалған адамдарды да сұрап аламыз ғой, жайлап отырып бар ғой. Бір-бірімен қырылдырту, жаңағы рейтинг көтеру ғой. Бізде қазақта сол біреудің қырылғанын көрсек өліп батамыз ғой. Өсек бит не ват екен деп. О жер түсінер едім, если күйеуі қайтыс болған немесе бір екі баласымен ажырасқан үлкен кісілер бір 35-тен асқан, 35-тен асқан келіп эфирге келіп шындығын айтып, мен осындаймын, армиядан қайтқанмын, осындай әйелімін, артында 2 телешкім бар, осындай, бірақ ары қарай енді рұқсатымды алдым бұрынғы ата-енемнен, осындай ары қарай да мен жалғыз өмір сүргім келмейді, күйеуге шыққым келеді. Бір ағаларымыз осындай бір әйел алғым келеді деп келсе, онда можно ондай бар ғой, үндемей, қырылдыртпай, анаған айдап салдыртпай, просто сөйтсе болады. Онда әдем бағдарлама ол. Мына жерде дейтін, қараш. 96-97 жылғы балдар барады. Әп-әдем кейбір балдар бар ғой ішінде. Солар келіп отырады. Не үшін келді ол? Яғни эфир үшін келді. Яғни хайп көп келді. Былайдан қарасаң қыз көп қой, алмай. Сол. Жақсы. Жандос, қазіргі таңда кім болып жұмыс істейсің сен? Қайда жұмыс істейсің? Ақша көзін қатын табасын дейсің ғой үшін. Иә. Ең бірінші той. Той? Иә, мен оғанда шықпайым деп зорға шыққам. Тойда ставкың неше теңге? Айта береміз әне. 250-ден басталады. 250-ден басталады. 250-ден басталады, 400-ге дейін барады. Қалаларға күнге, мысалы, VIP дата дейтін болады, даталарға қараймыз, воскресенье, жаздың кезі, сезон дейтінге сондайға қарап отырамыз. Енді қатып қалған баға жоқ, саудада береке бар. Балам тік сөресіп тұрса, тарсып түсуге де неге де. Құдайға шүкір, той көп па? Шүкір. Жылдан жылға көбейіп жатыр. Еңбегімізге байланысты дейсің. Кім еңбектенеді, соған байланысты. Басқа ек? Одан кейін Инстаграм. Өзіңіз бастаған. Реклама. Одан кейін тағы не? Үшін концерт жүргізу. Қазір? Қазір бір минут. Ал, заказды қойды. Алло? Да. Саламатсыз ба? Эксклюзив. 27 июнь. Қай қала? Не той? Не,
350 мың теңге алады. Мен музыкантым болды. Еще келіп кету бар плюс. Жоқ, кірмейді. Я дополнительно. Ну енді примерно есептеу керек. Қарау керек самолетті деген сияқты. Кетпейді ода. Мен сізге бір 10-15 минутта қайтадан звондап жіберейін, иә? Қай қала дейді? Шымкент. Қай қалада той көп? Менде той жан жақта, бірақ қазір Алматыға келдім дегеннен кейін көбісі андай енді Инстаграмға неге қарап отырады ғой, бізде де ютубтан неден іздеп отырады. Сол кезде в основном Алматы қазір шүкір, сосын в основном батыс көп шақыратын болды. Шүкір. Батыс, I love you. Батыс бізді асырайды. Қай жақтың ең күшті тойлар ұнайды деген сұрақты қойғым келіп отыр қазір. Қарағандының тойы. Білмеймін мен. 3 столдан тұратын ба? Чайный стол бар? Иә, сағат күндізгі 2 дейді, 2:30-да басталады. Содан түнге дейін ұрасың ғой, короче. 1,5 сағат билейді. Не айтсаң да күле береді, халқы күшті. Одан кейін Ақтөбенің халқы күшті. Прям мен осындайдан келдім десең бүйтіп вилкаларын қойып дейді. Деп анда күшті тыңдап отырады. Топ 3 тамадан аташ Қазақстандағы. Өзіме ұнайтын. Иә, өзі. Чист өзіме ұнайтын. Мейірбек Байшагиров, қарағандылық. Күшті, қызық, өз-өзіне қатты жұмыс істейтін. Жахан Отарғалиев. Жахан. Ұстаз. Сосын Асылхан Дүкенбаев. Асылхан қорқыт құрамасы. Иә. Видуқасы да, несі де. Асылхан Дүкенбаевтың ағамыздың естігенім, мысалы андай шоу программасы бар ғой, 1 минут кешікпейді. Тайминг бойынша жүреді бәрі. Если кім Асылхан жүргізетін болса, кешікпейді кәдімгі. Ровно уақыт-уақытымен кешікті ме шығармайды. Ровно уақыт-уақытымен әдемі дік-дік істеп. Опыт. Енді сен де қазір бірталай опытқа жеткен шығарсың? Иә, шүкір. Биыл уже 4-ші жыл ма, иә. 1-ші жыл қиындау болды. 1 айда 1 той, 2 той деген сияқты. Потому что мен өзімде нем бар, кемшілігім бар, жаңа айттым ба, еріншектік деп. Вообще тойымның нелерін салмаймын ютубқа. 3-ақ видеом бар, и то өзі қинап жүріп салдыртқан балдар. Салшы болсын деп. Сол бар, инстаграмға ше сала бермеймін. Сондай, короче. Жандос, жұлдыз аурумен ауырдың ба? Иә. Оны қалай байқалды? Оны Нұрлыбек Асанбаев дейтін сол қорқыт құрамасында ағам бар. Сол 2013-те әлі эфирге шықпай тұрып ауырып қалған мен. Сол кезде ауырып қалдың деді маған. Қатты айқайын салып, өзі психолог Нұрлыбек ағамыз көрсе осы жерде. Сол кезде чемпионат мира ма бірдеңе жатыр, отырғызып қойып мен нотациясын оқып, өзінің қасына алып жүріп, сөйтіп дұрыстап жіберген тұғын. Содан кейін жоқ, ондай байқалған жоқ. Жұлдыз ауруы болғанда қалай өзі андай сәл сезіне бастайсың ба, бірдеңе андай мен мықтымын деген сияқты чуть-чуть болып кетесің. Ол кезде енді инстаграмда жоқ я, андай мен әзім мынандай деген сияқты бар ғой, шегіп кеткен кездеріміз болды. Қазір жоқ. Жайдарман тарихындағы ең нашар ойының есіңде ма? Жайдарман тарихындағы ең нашар ойын есімде. Көріп ұяласың ба соны? Мен вообще ешқандай ойынды көрмеймін. Көрмейсің? Көргім келмейді. Көрсем как будто бір анда бір өзім біліп тұрамын бір жыртсаң да андай бар ғой, бір кейбір жерінде бір шайып қойған жерлерің бар ғой. Іштей өзің сезіп тұрасың ғой. Сол жерін сезіп тұрасың, бір халық сезбейді. Сол жерін көрмей ақ қойыншы деймін, андай бар ғой. Үйдегілерде мысалға көріп жатса кит қолып отырсам сондай болшы. Қай ойын есіңде қалды сөйтіп? Шайғаным ба? 2016-да 1-4 ба, сондайошым айтқанда 2016 жылы жоғарғы лигада андай болды ғой. 6-та бүткілген 40 команда қылып тығып жіберді ғой жоғарғы лиганы. Ошым анау ашық лигада ойнағаны бар, басқасы бар. 6-та бір новый бірдеңе істейміз деді да, жаңару маусым ма бірдеңе болсын, сондай бірдеңе деді да. Перезагрузка ма бірдеңе как раз. Соны тығып жіберді, содан кейін дайындалмай қойды. Қарайсың бейт, тобыңды қарайсың, мынау ойнайды, тасташы, мыналар ма құрсын дейсің да, менсінбеушілік бар ғой, чуть-чуть. Сөйтесің да, давай, сол жер жазамыз дейміз да, барамыз да, ойнадық, сөйтіп бір ойында халыққа ойнағанымен де өзімізге бір жаман шек кеткенім бар. Соны көргім келмейді, естігім келмейді. Саған да рахмет, соны есіме түсірген. Жандос, қазір жайдарман ойнап көтерілген оңай ма, әлде жаңағындай инстаграм арқылы көтерілген оңай ма? Бірақ қайсы дұрыс? Жайдарман дұрыс қой. КВН ғой, КВНщиктердің андай миы любой нәрсеге бар ғой. Біз андай жұмыс істегіш болып
қалады ғой, бірдеңені көрсең де әйтеуір біреуге идея айтып кетсең де мынаны бүйтуге болады ғой, мынаны сөйтуге болады ғой деп бар ғой, қудыртып. Ал былай инстаграммен келген көп жігіттер бар ғой, подписчигі көп, бірақ соларға іштерің аши ма? Бұлар негізі бізден ақша көп тауып жатыр ғой деп. Ашиды, бірақ енді кім қалай істеп жатыр, ашығанда қалай, если ол солайынан мені құрыстырып болсын, қандай жағдайда болсын, сол арқылы ақша тауып жатыр ма, значит ол молодец. Әйтеуір ақша тауып жатыр. Қалғандар айта берсін, кім не айтса да бар ғой. Даже күнім соларға қарап қалады, андай бір кеше мен өзім гиф өткізген кезде оны түсінген тоғым бар ғой, е-май, бүйтіп жүре бергенше дұрыстап подписчик жинау керек деп бар ғой. Ол болмайды екен. Істей беру керек, күшті қаным бар ғой. Кейбір жігіттерге таңғаламын, өзімізде арамызда жүр ғой. Андай стористарына қарасаң қызығасың уже бар ғой. Билеп бастайды, не істейді. Оның құрсы болмайды, молодец, қайтып сөйтіп істеп жатыр. Әйтеуір тоқтатпау керек, дым салмаса да, әйтеуір бірдеңемен стористарын, ахуатын, жаңағы статистикасын көтеріп тұрады, короче. Молодец, жігіттерге сәттілік, барлығы молодец. Бірақ енді өйстіп айттықында бәрі сөйтіп бастап шайып кету болмайды. Жандос, бойың сенің? 1.65. 1.65. Бой үшін ұялған күндерің болды ма? Ұялған күнім болған жоқ, шүкір, Аллахтың берген бойы ғой. Или өзім істеп алған бойымда шығар, үйде мен ғана бойым осындай. Мен андай күреске қатыстым ғой. Күреске қатыстым. Сол кезде не болды? Мачигон дейтін бар ғой дәрі. Жарыстың алдында соны іше бердім, сол кезде ағай бізге айқайлайтын тұғын. Мачигон ішпейін дегенде бойларың өспей қалады. Сонда көп ішкенім бар жарыстар үшін, жеңу үшін. Бойыма ұялған күнім болған жоқ, бірақ андай армандаған күнім болды. Андай кейде қасыма дәу бой біреу келіп қалды ғой, қызығып тұрмын соған бүйтіп қарап, осындай бойың болғанда ғой, деп бар. Кейде сәл арманға шек жоқ қой енді. Армандап кетесің, осындай бойса бүйтіп кетер ме едім деп бар ғой. Спорт жайлы айтып кеттің, күреспен айналыстың, одан да басқа? Күреспен болды. Күрестен бір үлкен жетістіктерің бар ма? Бар. Жарыстарға қатыстым, орындар алдым. Бірінші орын, екінші орын дейтіндер болды. Бірақ андай чемпион Қазақстан сондайларға бара алмадым. Арманы болды, қуғым келді соны, қабырғасын. Одан кейін жарамсыз болды. Иә, мектеп оқып жүрген кезде қабырғам сынды, сонымен қойдым ғой. Отбасыда неше адамсыңдар? Отбасыда 3 ұл, 1 қыз. 3 ұл, 1 қыз. Барлығы қармақшыда ма? Кішісімін. Жоқ. Үлкен ағам ғана қармақшыда, үйті ол кісі де көшем деп жатыр бері қарай. Биыл осында алдырту барлығы. Алла қаласа осы биыл ортаншы ағама ортаншы ағама осы жақтан үй алып бергім келіп отыр, короче. Соған сәл қалып. Ортаншы ағаң ба, отбасымен бірге? Жоқ, үлкен ағам. Маманы ертең осы жақында Алла қаласа 1 аптада алдыртып аламын осында қасыма. Өзім қасыма алдыртайын деп жатырмын. Бүгін айтпақшы. Бүгін 20.02.2020, бүгін новый үйге көшіп жатырмын. Маманы қасыма алдыртып аламын. Солай. Мама өзім қолымда тұрады. Әкем өмірден қайтқан 2015-те. Жандос, осы келген қазірге мысалға жеткен жетістігің саған оңайлықпен келді ма? Жоқ. Мен бұл үшін оқуымды тастап кеттім. Мен үйдегілермен үшін ешкімге айтпаған нәрсені айтайын ба осы жерде. Ешқандай сұхбатта болмай 2012-де үшін үйден қашып кеткен тұғым мен осында. Бір соң мен Алматыға арман қойып Алматыға келдім. Арманым жүрген күтсе болды, жүрген күтсе алмадым. Сөйттім да осында көшіп кеттім. Телефонымды өшіріп тастадым, үйге хат жазып кеттім. Мамаға қарап қойыңдар, мен бұйырса бір көтеріліп кеткен кезде қайтып келемін дейтін. Иә. Сөйтіп сондай болды. Потом үйдегілер 10 күннен кейін тауып алып, через бір классасым арқылы Әйгерім Әбен дейтін. Сол классасым арқылы тауып алып, сөйтіп қайттан үйге барып, одан кейін неге өйтіп жүрсің сен бала, болды емес пе? Мен медикке түсіргісі келді, короче. Медикке оқыдым да еще мен. Сөйттім де жоқ, мен шығам. Мен, короче, өнерге кеткім келеді, мен КВН до конца оғам деп. Онда ертең осымен асырай аласың. Папам бірақ сұрағы бар. Осымен асырай аласың ба деп. Біз емес, хотя өзіңді асырай аласың ба деп. Не то что өзімді, мен ертең сендерді асырайтын боламын деп кеттім. Одан кейін біраз қиыншылықтар болды. Вокзалға қонған кездерім болды. Натуре сондай қиыншылықтар болды. Ақшасыз қанша жыл жүрдік, еңбектендік, үйттік, солда тойға да шықпайын деп жүрген себебім солда болды. Андай тойға шықсам шығармашылығым құрып кетеді деп бар ғой. Сөйтіп жүрдім да бір күні Қызылордаға барған кезімде КВН-ден вообще ешқандай жетістік жоқ. Бірақ өзінде бір жетістіктері бар шығар. Бір сондай бір тамадылыққа кетіп қалған жігіттер қайқа барамыз деп қолдарында барсетка бар. Білмеймін, бір жаққа барып бүгін бос болып қалдым ғой деп тұрған кезде ойландым ғой. Елки-палки, мен неге шықпаймын онда деп бар ғой. Мен де неге таппаймын, бұған қатысам кетпеймін ғой тойға деп бар ғой. Сөйттім да тойға кеттім. Шүкір Аллаға қазір әйтеуір
қалтамызда бізде де барсетка бар, қаққа барамыз сондай. Бір күнде ең көп неше теңге таптың? Так 700 мыңдай тапқан бір күнде. Өмірімде ең үлкен тапқан табыс мысалы. Ең көп неше теңге құрттың бір күнде? Ой, сұрама. Мама, сұрамай қой. Күні кешегінде алсаң ол да есепте. Күні кешеде ұлышым $1000 кетіп қалды. Неге көп құртасың? Соны неге көп құртасың? Мағанда сол кейін ойланады екен, өзіме бір киімді алмаймын, бірдеңені алып көп ала бермеймін. Басым шөп төлеуге кетеді. Андай кетеді, мындай. Мен андай ақшаға андай емеспін, короче, мен бар ғой. Кейде осындай болғым келеді, бүйтіп бар ғой. Так, мынандай ма, так, мына жерде қандай шот, так, ма деп бар ғой, андай 3000, мысалы 30 мың теңге тұрса, так, ана жерде 10 шақты адам бар, ма 3000 теңге дейтін бар ғой, жоқ менде андай. Қасымдаларды оны көріп алған, короче. Ма, қалтамда бар ма, ұра берем, короче. Ма. Қой, менде бар ғой, кете береді. Сондай да қызықтар болып тұрады. Кейде бір жаққа кетіп жатсам, самолетпен ұшайын деп тұрып жатсам, біреумен әңгіме етіп отырамын ба, кетіп босым, давай саған да бет алып, сен бірге алып кете береміз. Бірақ қатты болу керек уже, өскен сайын ақшаға қатты болу керек, енден үйретемін өзіме. Алдыға қойған 3 мақсатыңды аташы. Осы Қармақшы ауданының әкім болу. Болғым келеді, иә. Қармақшы ауданының әкім болғың келеді. Әкім болғым келеді. Екіншісі, бизнес ашқым келеді. Ол да осы Қармақшы ауданының әкімі болсаң, бизнес ашасың. Ол кезде да әкім болсаң бәрі десей. Ол да оңай емес қой, 40 жасыма Алла қаласа өмір болса барсам болғым келеді әкім. Үшіншісі бүткіл үйдегілердің барлығына не салып беру, үй. Үйдегілердің барлығына. Балалық шағың қалай өтті, Жандос? Күшті өтті. Немен есте қалды? Қызық қой, балалық шақ дейтін мен кішкентайым, үйдің, мен мама қыз туғысы келген мен. Қыз туғысы келген, Жансая деп, ат қоямын деп, үйдегілер дайындалып. Сөйткен, бірақ енді мен дүниеге келдім, акушер шығарады, неяқтан бірдеңе тұрды андай. Оппа дейді, бақан сұрайды, кім? Ол ма қыз ба? Ол дейді, далаладым дейді. Сөйтіп еще мен ауыстырып жібере жаздаған, прикинь. Неге? Роддомда. Менімен қатар, менен кейін бір арасы бір 5 минут па, сондайда қыз туылған, ол отбасында қыз көп. Оларға ол керек болғанда, сөйткенде акушер еткен ғой, что там ауыстырып жібереміз ба деп, анаяқтың ата-анасы келісіп тұрды дейді. Мама сәл ойланып қалған ғой, мен айтамын кейіннен, сол точно ауыстырған жоқсыңдар ма сендер мені деп. Сөйтіп дүниеге келдік, бірақ сол қыздың істейтін, сол Жансая дейтін қыздың істейтін тірлігін бәрін мен істедім ғой. Үйді тазалау, үйді жуу, үйді дерс қылып істеу, ыдыстарды жуу, маманың қонақтар, үйге қонақ көп келетін тұғын. Өзі дейтін мама, страшно тазалап қоятын тұғынбыз, барлығын. Сол қыздың Жансаяның тірлігін бәрін мен істеппедім. Қармақшы құрамасындағы балалармен соңғы рет қашан көрістің? Полный балдар ма? Қарым қатынасасың ба, баршасы ма? Иә. Ренжімей ма, сен неге көтеріп кеттің, біз неге осындамыз деп? Жоқ, осындай жетістік деуге де болады, қазіргі жүрген шүкір ғой Аллаға. Соның барлығына жетуін балдар, барлығына қармақшы құрамасы. Мен әрқайсысына жеке-жеке де рахмет айтып отырамын. Мен әлі помню, ең бірінші инстаграмға 100 мың көп жеткен кезде, семейдеміз сол кезде. 100 мың көп жеткен кезде мен страшно қуанып балдарға рахмет айтып жеке-жеке жігіттер сендердің еңбектерің болды. Так что жігіттер ешқайсында қызғаныш көздейтін жоқ мен балдарымда бар ғой. Барлығы наоборот мені давай Жандос деп бар ғой сондай деп. Потому что бір бала андай командалар болады ғой, потому что әрқайсысы өз-өздеріне жұмыс істейтін командалар олар бар. Иә, көбісі жан жаққа кетіп қойып жатады, ондайдан бір найза болу керек та, соған қалған балалардың бәрі айдап отыру керек қой. Сөйтіп мен балдарым әлі күнге дейін көмектесіп береді. Биыл бірақ бізде соңғы сезон КВНде. Одан кейін ойнамайсыңдар. Болды, иә. Одан кейін арнайы жоба сондайға барып тұратын шығармыз, потому что әр жігіттің өзінде бір жұмысын тапты, не істеді. Көреміз енді ары қарай. Қазір экранға ұнайт шоу шығады. Ол өздеріңдікі ма? Иә. Ұнайт шоу. Бас продакшнның қолдауымен, Еркебұлан Мырзабек ағамыздың, Марат Оралғазин ағамыздың бастауымен, сол ұнайт шоу өзімізге де шынымен ұнады, халыққа да ұнайды деген сенім бар. 23-нен бастап ертең шығады. Ол жерде сендер жалдамалы актерсіңдер. Иә. Жандос, соңғы кезде қандай философиялық тақырыпқа ойландың? Қалай философиялық тақырып деген өзі қиын болып кетті. Жатар алдында осы бір терең тақырыпта ойландың ба? Ондай көп. Ойланасың ба? Иә, күнде ойланбасам мен ұйықтай алмаймын.
сондай бірдеңе ойлап жатпасам, бірдеңе көріп жатпасам, бірақ көп уақытым уже сол біреулердің істеп жатқан тірлігіне қызығумен ғана өтіп жатыр ғой, короче айтқанда. Кейде ойланып қоямын, өй неге әркімге қызыға бергенше өзім істемеймін дейтін нәрсе. 3 топ блогерді аташ, кімді көресің Инстаграмда? Инстаграмда ма? Казахстанский. Бәрібір. Российский. Нұрдәулет бар. Молодец, я кәдімгі соңғы уақыттар кәдімгі машина болып кетіп жатыр, красавчик, дальше жүре берсін. Хизан қарап тұрамын, российский. Сосын Гусейн Гасановты қарап тұрамын. Гусейн Гасанов. Ютубта? Ютубта Джижи Шоу. Соны көремін. Қырғызстанский проект, иә? Қырғызстанский проект. Сәлемдікі ғой, қазақстанский. Тағы қандай бар. Көп ютубта кім не істеп жатыр қарай беремін. Ютубқа бір кіріп кетсем кете беремін, короче, ішінде. Кім не істеп жатыр. В основном сосын ютубтан қарайтын билер. И және бізді көресің, иә? Сосын ол 40 сұрақта әрине онсыз бола ма? Достар, каналға тіркелеміз, міндетті түрде. Лайк басамыз, комментарий қалдырамыз. Мына жер тыңғыл дейтін колокольчик бар, колокольчик бар, иә. Сосын свайп қой. Свайп етесің, көресің. Жандос, темекі, арақ. Бәрі ғой. Жоқ, не употребляю. Не употребляешь, иә? Айкс. Иә, оны айту керек. Айкс. Кәлен шектеймін. Вообще кәдім. Ұнамайды, білмеймін неге екенін, ұнамайды. Жақсы, Жандос, енді қазір саған сұрақ қоям, 2 жауап болады, біреуін ғана таңдайсың. Келістік қой? Давай. Қармақшы ма, Алматы ма? Қармақшы ғой, по-любому. Диана ма, Еркес Махан ба? Сенкі дейтін дұрыс емес қой. Диана, мен Диана. Кыта ма, Жайдарман ба? Опа. Жайдарман. Автор ма, актер ма? Актер. Роналдо ма, Месси ма? Месси. Ойламай жауап бердің ғой. Конечно. Барселона. Барселонаның жанкүйерсің ба? Бізде әлі басқа клубтың жанкүйері болған жоқ. Қанша адам келеді, бәрі Барселона. Бірыңғай Барселона. Барса көп қой. Сосын, тағы қандай? Инстаграм ба, Ютуб ба? Пока что Инстаграм, енді Ютубқа енді... Күнде неше сағат отырасың Инстаграмда? 24 сағатын болса, соның где-то 15-16 сағат. Сода отырасың? Иә. Инстаграмда бірыңғай. А кейбір кезде болады, вообще кәм соткаға қарамаймын, короче. Звонокты алмайды. Мен әдетім бар, сосын звонок алмайтын әдетім бар. Кейде кірмей кетемін. Соңғы сұрақ, той бизнес па, шоу бизнес па? Екеуі де ғой. Шоу бизнес дұрыс қой. Сен шығармашылықпен айналысқың келеді, иә? Иә, шығармашылықпен айналысқым дұрыс. Той ол бола береді ғой. Егерде саған бір адамның күйін бір күн кештесе, кімнің өмірін кешіретін едің дейсің ғой, да? Иә. Байзақовның дейсің. Байзақов. Қызық маған. Үйден шықпас өтін десең. Біреулерге Инстаграмда боқтап комментарий жазған күндерің болды ма? Жоқ, ешкімге ондай боқтап жазмаймын, просто по прикол жазып кететін жарым балдарыма. Өзіміздің тусаға ғой, жыртылып қалып, міне дейтін сияқты нәрселер жазып кеткен шығар, ал былай жоқ. Достар, біздің сұхбаттың соңында конкурстың шарттарын Жандос қазір өзі айтып кетеді. Иә, құрметті достар, осының астына комментарий қойды. Комментарийға осы мен жайлы 3 факт жазасыз. Қызықты болу керек, иә. Өзіме ұнаған 3 фактке, өзіме ұнаған, иә, 3 факт жазасыз. Соған өзіме ұнаған 2 адамға $50 немесе ең қатты жырт жіберген бір адамға $100 беремін. $100. Ошым $100, соны 50-50-ден бөліп беру мүмкін. Или вообще 3 адамды ұнап қалса, соны ровно. 25-25-тен. Иә, $25. $25 4 адамға бөліп бересің, иә. Солай да болуы мүмкін. Ошым бірақ долларлай. Долларлай береді. Әлі бізде ешкім доллар ойнатқан жоқ. Сол себепті достар, каналға жазыламыз, лайк басамыз, комментарий жазамыз. Бүгін бізде қонақта болған Жандос Самалбек. Көп рахмет, Жандос. Саған да рахмет, от души. Комментарий жазуды ұмытпаңыздар. 3 факт $100.